Қыздар қалайсыздар? Біздер бүгін шоколадный күшті печенье пісіреміз. Ішінде ақ шоколады бар. Бірінші сары майымызды салып аламыз. Еріп тұрған. Одан кейін секерімізді саламыз. Ол әбден жақсылап араластырамыз. Секерді салып болған соң жұмыртқасын саламыз. Жұмыртқасымен тағы да әбден жақсылап араластырамыз. Бұл печенье күшті, тәтті болады. Ішінде аппақ шоколад бар, өзі шоколадный түрі. Жұмсақ ауызда ерейтіндей шаблонға шығарсаңыздар да болады. Қазір піскен кезде көресіздер. Одан кейін ұнымызды аз-аздап жайлап қосамыз. Көп қоссаңыз, бірден барлығын қоссаңыздар, қамырыңыз қатты болып кетеді. Сол үшін аз-аздан қосамыз. Бірінші мен жарты бөлігін қостым, одан кейін жарты бөлігін қосқаннан кейін ванилин қосамыз. Ванилинді өз қалауыңызша қосасыз. Слишком тәтті болсын десеңіз, көптеу қосыңыз. Мен аздап қостым. Сосын мынандай пакеттіктегі разрыхлитель жақсы, соны қостым. Кондитерский дүкендерде сатылады. Одан кейін какаоны қосамыз. Барлығын қанша граммдан қосатын описанияда жазып кетемін. Описанияда бар. Сонымен қалған ұнымызды қосып қамыр илейміз. Қамырымызды әбден жұмсақ болады. Қамырымыз жақсылап әбден илеп, барлық ұнды қосып жақсылап илейміз. Жұмсақ болады қамыры. Илеп болған соң қамырымызды холодильникке 1,5 сағатқа қойып қоямыз, кішкене жаңағы қатсын. Қамырымызға жаңа осы белый ақ шоколадты қосамыз. Негізі 200 грамм қосады. 200 грамм қоссаңыздар күшті болады. Шоколад ішінде көптеу көрініп. Осылай жұмсақ қылып илеп, холодильникке қамырымызды салып қоямыз. Пакетке салып 1,5 сағатқа қоямыз. Жарты сағатымыз өтті. Мен жаңағы пергаментный бумага емес, мынандай многоразовый коврикке жасаймын постоянно. Өздеріңіз жаңағы пергаментке салсаңыздар болады. Осындай домалақ етіп, формаға салып, қолымызбен кішкене былай басып, духовкаға жібереміз. Міне біздің печеньеміз пісіп шықты. Енді видеода басқаша көрінгенімен дәмі деген күшті, жеп көріңіздер пісіріп.